пешеход, көлік, пешеходтың үстінде адамды қақты, адам на месте қайтыс болып кетті, не жағдай болады. И трассада тұрсыз, адамды қақтыңыз, адам на месте қайтыс болды. И одан бөлек жаңағы неположенное месте қаланың ішінде там населенный пункт болмаса двор, сол жерде адам шығып қалды, водитель келді, адамды қақты, на месте қайтыс болып кетті. Сол жағдайларда не болады, последствиясы қандай, сіздерге түсіндіріп айта кетемін. В первую очередь, пешеходный переходта егер адам өтіп бара жатқан жерде водитель соғатын болса, на месте 345 баптың 3-ші тармағымен ЕРДР қозғалады, и потом адамды қамайды, ИВС-ке қамайды, 2 айға дейін санкция береді, анау жаңағы кешірім береді, ар жақ кешірім бермейді, не болмаса тексереді, экспертиза располагал, не располагал, соның барлығын тексереді. Пешеходтың үстіне қағатын болса, ешқандай экспертиза көмектеспейді. Даже не располагал дейтін болса да, водительді қамайды, қылмыстық жауапкершілік болады. Ал енді трассада, не болмаса населенный пункттарда ауылды мекендер көп қой, жолдың бойында оң жақта орналасқан. Сол жерден үйден шығады, жүгіріп шығады, жолдың бойына пешеход жүгіріп шығады, сол кезде водитель қағады. Сол жағдайда кім кінәлі? Бірінші очередь ДТП болған жерде водительге 345 баппен 3-ші тармағы бойынша уголовное дело возбуждать етеді, ЕРДР. Потом за отсутствием состава он пункт 2-мен қысқартады. Себебі анау водитель не располагал деген экспертиза по-любому шығарады. Пешеход өзі прямой тұрып көлікке қарай жүгірген жағдайда көлік оны тоқтатамаса, автоэксперт экспертизада шығарады. Ол жерде водитель не располагал предотвратить ДТП дейді. Пешеход қайтыс болады, водительге ешқандай жауапкершілік, қылмыстық жаза қолданылмайды. Даже мынандай жағдай болуы мүмкін.